Кимчи, чимчи, Пекин капустасынан Корей халқының тағамы ащы капустаны дайындаймыз. Мен Инка Максовна, каналға қош келдіңіз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Ең алдымен өнімдерді дайындаймыз. Пекин капустасының бас жағын кесіп тастаймыз да екіге бөлеміз. Екінші жартысын дәл ортасына бөлеміз, бірақ толық кеспейміз. Артық шіріп тұрған қара дақтарын кесіп алып тастаймыз. Капуста міндетті түрде балғын және таза болу керек. Әрі қарай жақсылап салқын суға шайып шығамыз. Барлығы бізге 1 килограмм ас тұзы керек болады. Жақсылап капустаның арасына, сыртына жағып шығамыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде сізге жаңадан хабарламалар келіп тұрады. Және үлкенірек ыдыс алып, тұздалған капустаны барлығын осыған толтырып саламыз. Қалған тұзға ыстық су құйып, оны жақсылап еземіз. Еріген суды салқын суға құйып, жақсылап араластырамыз да, біз тұздаған капустаның үстінен лық толтырып құямыз. Оның бетіне табақ немесе қақпағын жауып, бетіне ауыр тас немесе мен сияқты шәугім қойып қойсаңыз болады. Біздің капуста өзіне тұзын сіңіріп, бір тәулікте салқын жерде тұру керек. Енді оған арнайы тұздығын дайындаймыз. Мен ащы чили бұрышын және орташа ашты бұрыш және сарымсақты алып, іші сыртын бәрін тазалап, блендермен жақсылап тұрып ездім. Немесе мясорубканы қолдансаңыз болады. Егерде чили бұрышын қолдасаңыз, сіздің қырқапатыңыз аса ашты болып шығады. Егерде аса ашты қаламасаңыз, онда орташа ашты бұрышты қолдансаңыз болады. Тартылған бұрыштарға тұз саламыз дәміне қарай және ұнтақталған қызыл ашты бұрышты қосып жақсылап араластамыз. 1 стақан су құйып, 1 кесе ұн салып, жақсылап біздің тұздығымызды дайындаймыз. Уақыт өткеннен кейін біздің капустамыз осындай иілгіш, жұмсақ болу керек. Әрі қарай дәл видеодағыдай бұрыш пастасымен капустаның іші сыртына және арасына жақсылап жағып шығамыз. Қазақтың сүйіп жейтін Корей халқының тағамы кимчи немесе чимчи бізде дайын болды. Бетін жауып, дәмі өзіне сіңгенше қойып қойсаңыз болады. 1-2 сағатта дәмі өзіне кіреді, содан кейін тағамдана берсеңіз болады. Өте шырынды, ащы тәбетіңді шақырып тұратын біздің Корей халқының капустасы дайын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Инка Максовна. Достар, менің каналыма кіріп, подписация батырмасын басқан кезде қоңырауша болады. Все дегенді таңдайсыз. Одан кейін каналда плейлисті деген жерді басып, ол жақта түрлі плейлисттарда түрлі тағамдар бар. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Каналға подписация батырмасын басып, тіркеліп, лайк басып, комментарийді қалдыруды ұмытпаңыздар.